Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздердің қаншалықты мұқият, қаншалықты шапшаң екендіктеріңізді тексеретін боламын. Барлығы бізге 15 тапсырма берілген, әр тапсырмаға 10 секунд беріледі. Олай болса сәттілік. Тапсырманы бастамас бұрын менің каналыма лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Бірінші тапсырма: артық эмодзиді тап. Дұрыс таптыңыз, бұл смайликтің аузы ерекше болған. Екінші тапсырма: қай мысық ашуланып тұр? Үшінші қатардағы мысық ашуланып тұр. Қай балада очки жоқ? Табамыз. Дұрыс таптыңыз, үшінші қатардың үшінші баласында очки жоқ. Келесі суретте қай замок ашық тұр? Дұрыс таптыңыз, соңғы қатардағы замок ашық тұр. Келесі қыз полицейді тап. Мұқият қараңыздар. Қайсысы қыз, қайсысы ер адам? Жарайсыз. Келесі артығын тап. Ең соңғы сурет артық, өйткені бутылкасы жоқ. Келесі артығын тап. Қайсысы ерекше болып тұр? Бір көргенде қайсысы көзге түседі? Әрине, бұл көзін жауып тұрған маймыл. Құм сағатты артық тап. Қайсысы ерекше? Қараймыз мұқият. Екінші қатардағы құм сағат артық. Қай саусақтар артық? Қараймыз. Үшінші қатардағы артық. Тыныш, үндеме деп тұрған смайликті тап. Әрине, бірінші ретті. Сіз бұл смайликті жиі пайдаланасыз ба? Комментарийға жазып өтіңіз. Ал бұл суреттің қайсысы ерекше? Екінші ретті көзі ерекше екен, е? Тағы бір айта кететін нәрсе, менің каналымда 70% тіркелмей көреді екен адамдар, қалған 30% ғана тіркеліп көреді екен. Сол үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Келесісі бұл артығын тап. Ойланамыз, мұқият қараймыз. Қайсысы артық екен? Дұрыс таптыңыз, бұл жерде мынау ер бала, қалғандарын барлығы қыз бала болған. Осымен мен сіздерге дайындаған тапсырмалар аяқталды. Сіздерге қайсысы оңай, қайсысы жеңіл болды? Комментарийға жазып кетіңіздер. Және де менің видеомды соңына дейін, тапсырмамды соңына дейін орындағаныңызға көп рахмет.